Senin taksist родной. Ey! Kaçsay? Ne oldu? Ne oldu? Kaçmayaptı da yolda yürüptü de. Kaçmay mı? Kettim Ya abi. inim. Ha? Горилланың сыртынан мынандай семішкі мусорларын алып кет өзіңмен. Горелла новый ға. Обый ма? Hı. Өзім жинап аламын бар, жақсы. Базар, үш адам Базар несі бұл Яндекс қой кеттік ағы. Өзіміздің ауылдың баласың ғой, бір кішкене ақша істеп алып. Бол алдық емес. Мен қазақтың баласы шығарсың енді. Қазақ емес битіс. Мен інімсің ғой енді.Інің емес, мен сен үлкенмін. Жүр онда, отыр. Ағай қанша болды? 1430 болды қарындасым айналайын. 2000 теңге мен саған қазір берем, 570 теңге берем. 570 теңге берем. Түнгі сағат 11 жаңа. Үйіне жетіп қалдық, ауылдың шетіген тас қараңыз. Ағай ақшам жоқ дейді бір кезде маған. Ой, қарындас, оны ертерек айтпайсың ба, қалай болады екенсің? Жаңағыда келісейік та деп не отырды. Ой, енді келіскенде деп. Жаймен бүйтіп арт жаққа не алдым. Ақшасын төледі бірақ кейін. Аударды ғой Каспий. Кешіріңіз а. Біліп тұрып сұрақ қоятын родной. Родной? Не істеп отырсың? Пойыз күтіп отырмын. Прикинь, туалетте пойыз күтуге болады екен. Родной кетіп баратсың ба? Жоқ, киініп алып үйдің ішінде жүрем. Жаурайын біреудің үйіне келсем. Родной, сен ба шапалақ ұрып тұрған? Жоқ, көтім ғой, көтім. Ақыл айтамайтын роднойың. Брат, ана айкы шекпесе, брат. Неге? Ана өкпеңді жабыстырып тастайды да, смола сондай пайда болады. Керек емес, зиян ғой. Мен саған біреуін алайын айтпақшы. Ан ба? Е? Жоқ енді шекпе дегенде, анда-санда шегіп тұруға болады, арасында көп шекпе да, брат. Істеп көр ма? Рус учет маршалайын деп жатыр мен. Рус учет? Не аласың ертең, документ проблема, ГАИ ала береді, проблемасы көп. Полный комплектация. Полный комплектация. Көрсетші. Там осы үйленейін деп жатыр. Үйленейін деп жатыр. Ой, не аласың, жап жасың ғой әлі. Үйленесің, ертең той жасау керек, анау керек, мынау керек, он бала шаға бағу керек. Олар өсет, сабаққа барады, универ бітіріп, жұмыс істейді да, сен асырап, рахатын көріп жатасың ғой. Не істейін енді, братан? Үйлене берсе. Альфард алып таксовать етсем қалай? Альфард алып таксовать ету үшін сен мұздай горилла алатын 400 теңгең болу керек, қалтаңда. Бір темекі алатын 700 теңгең болу керек. Ұйқың бычыт болу керек. Одан кейін бір ескі Samsung телефоның болу керек. Еще WhatsApp-тан статус сала беретін сондай. Сондай бар ма қасиет? Жоқ. Бола алмайсың оны. Братан қарыз қалып бизнес ашсам. Не аласың? Істей алмайсың ғой сен ондайды. Ертең қарызға кіріп былығып жүресің. Сен екі бизнестің қарызда тұр ғой? О, мен пысықпын ғой, шустрым ғой. Мен өйтіп жүр, әйтеуір жауып аламын ғой. Сен ілініп, салынып, сорлы ертең ашсаң, ары күні жабасың ғой, білесің бе бизнесінде? Сорлы ұқсап, қолына дым келіп, адаммен сөйлесе алмайсың ғой, керек емес саған істеп ондай. Сен одан да өйстіп салбырап, шлянка ұстап, жерде тас теуіп жүре берсең. Короче, міне осы жерде басталған ғой. Міне осы жерде. Міне артынан келді, набала. Аңқат қыз ұрады, өзімен өзі тұрған баланы. Анау жынданып кетеді, жынды ғой, анау таза. Кеше шыққан ғой. Екеу жағастасып қалды, бұрып талдырып тастайды. Ұрып атыр. Креске кіріп кетеді. Қатты на жерде енді ше. Камерасы охранниктер келіп үлгермеді. Ананың жынданса билейтіні бар да. Қарсы Қатты билейді екен еще. Страшно билейді, ана бимен талдырып тастайды ғой ана. Сөйтеді да енді ешкім көріп қоймасын куәгерлер деп жай қашып кеткен мына жаққа қарай. Өзін ұстап қалдыңдар ма? Ұстап қалған ғой. Өзін биін тығып тастап кеткен. Болған мән-жайды түсіндіріп берсеңіздер. Просто жаңа екем, мен өзім ойланып тұрғам, табиғатта таза ауада аспан. Кеп артынан кеп бір ұрды да, сосын жынданып кеттім да, қолым жұлып алдым да, тоқтамай қатты биледім, талып қалды. Ауа жетпей қалды. Биге шыдай алмайды екен қатты биге. Сіз сол орында болдыңыз ғой, иә? Не айтасыз? Мен түсінбей қалдым басында. Әлі түсінбей тұрмын. Аяқ асты қар жауып кеткенде. Родной, вечерға бармайсың ба не бүгін? Барам ғой, киімдерім жуып қойғам ғой. Қатып қалғам ғой, қазір есікке жаям да, жібітіп алам тез. Маған қарасай. Жібітіп алам да, киіп шығам қазір тез.
Кеш шықсай кәл. Тамыр кеше үйге көмір түсіріп аламын ғой. Бүгін қар жауып тұр ғой. Білем ғой, сезем ғой. Көтім жеңіл адаммын ғой. Көтім жеңіл? Көтім жеңіл дегенде андай ғой. Біреу удармен бір тепсе ұшып кететін ше. Базарға барып гамажал болмасақ болмайды. Аяқ деген қатып қалды кәдімгідей. Ойбай, жүнім қалың дейтінен ғой. Жүндер жаман подвайт етіп жатыр ғой. Бір-біріне X болып бүйтіп жабысып. Родной жеме. Таста. Бірінші қар ғой, бірінші қар жеуге болмайды. Қойш? Мен де алдын бір рет жеп қалғам ғой. Ішінен шаш шыққан. Жеме. Ана жердің қарлары онша емес. Ана жақта әдем қарлар бар. Мен не іздеп жүрсің? Ана жерге кеше бір пачка темекі тастап кеткен ғой. Қар жауып кетіп таппай қаласың. Қай жерде бол? Үйден тығып шегірсің ба? Айтпас. Естейді. Қатып қалдым. Ешкімді мыңға көтерші, барынша қос қойшы. Қыздыратын не бар, бәрін қоштыратын. Плед ба, бір марле ма, не бар, жамын отыратын. Пешкім істемей тұр. Жылы сөздер айтып отыр онда. Сенің фантастик роднойың. Кеше 15 баламен тауға шығамыз ғой, таудың басына шығамыз да, жынды құсап мен айқайлаймын, ааа деп қар көшкін болып кетеді. 15 дос балам қардың астында қалып қойған ғой. Сен ше? Мен жолды білем ғой, қардың астымен үйге дейін бүйтіп қасып келіп баратаң алдынан шыққасың ғой. Базар жексіне кезіне? Баратаң, еркекші баратаң, бейгөкші, еркекші. Кеше үйде батямен қырылып қалам да, жынданып көшеде кетіп баратсам, ана көшеде алаба иті бар еді ғой. Жүгіріп келе жатыр екен, жынданып алаба итін талап тастағасың ғой, мойындағы қанат тастағасың ғой. Қой, Ей, натури хачапури. Хачапури ма? Прикинь, 2 күн ұйықтамағасың. Ол хуйня, братан. Не ол? 8 күн ұйықтамадым ғой мен. Қасында бір ящик горилла, бір ящик Red Bull тұршы, көзім бүйтіп зомби ұқсап отты. Ұйқы безім далбасалап кеткен ғой. Сосын ұйықтадың онда? Тағы анда смендағы охрана ауырып қалды деп 2 күн дальше отырдым. Ой, қой, мына. Братан! Братан, кеше үйде Наруто сияқты бүйтіп отырам деп екеу болып кетем ғой. Қой, мына әңгімең өтірік сен. Еркекше, братан. Қазір істеймін, ана комнатада бір адам отырады. Көрсетесің ба? Жүр, мен сияқты қазір. Рыцак! Жүр, братан. Қай комнатаға? Нәхал, жүр. Көрдің бе? Еще туалетте тағы біреу бар, түнде шығарып қойған бүйтіп. Еркекше ма? Еркекше. Ебай. Үшеуміз үйде, 3 адам. Не қылды? Құлап қалдым. Неден құлап қалдың? Сессиядан. Сессия тапсырып жүрген досың. Группаға қалайсыңдар? Ана 16-18 бар ғой, Сөйле апайға алтын комплект алып берейін деп жатыр екен. Бізде жиналып бір нәрсе алып берейік, ертең сессия жақындап келе жатыр ғой, ертең бәрімізді құлатады айтпесе. Короче, физикаға кіремін апайға ше, апай тұрып та бір сұрақ қоямын, жауап берсең, автоматын қойып беремін дейді ғой. Қуанып кеттім да, қойыңыз апай дедім. Сөйтіп тұрып та бір сұрақ қойды. Ана сұрақ түнде жатпаған пай дейді. Тілімнің ұшында тұр да, бірақ айта алмай қойдым көресің. Апай, сіздің сабағыңыздан ғана құлайын деп тұрмын. Апай, сіздің сабағыңыздан ғана құлайын деп тұрмын деп. Бүкіл апайға баға қойдыртып аласың. Ой, базарлық братан. Бүкіліне қойдыртып. Түнімен ұйықтамай лекцияларын жазып, рефераттарымды шығарып, жаттауларымды жаттап, тест бәрін жаттап, таңертең ұйықтамай универге барсам, апай, сессия онлайн болады, қайта беріңдер дейді. Қош. Не күлерімді, не жыларымды білмей аламын. Сессияға ұйықтап қалам, көзім ісіп кеткен 12-лерде барып тұрмын ғой. Апай, кіруге бола ма десем, кірмейсің, кет бар дейді ғой. Сонымен? Вообще праваңыз жоқ мен кіргізбеуге деймін. Түнімен заңдарды оқығанмын ғой. Осындай бап, осындай тармақ тапсыр қабылдау керексіз студентті. Кәдімгі заңмен айтып тастаймын. Апай, не айтарын білмей. Отыр тапсырасың қазір дейді. Тыңдан кет ма? Юрист болып кеткенсің ана жерде. Староста Айжан біртүрлі болып жүрген жоқ па? Сен де байқадың ба? Өткенде өзің сабағын ғана шешіп, өзің жұмыстарын бітіріп кетіп бара жатыр ғой. Мен айтып жатырмын ғой, мен сабағымды қойып бермей жатыр десем, өздерің сабаққа келмедіңдер ғой деп, өз басын ғана ойлап қалған. Группа болып жиналып, группадан шығарып жіберейік, басқа староста сайлайық деп айтайық өзіміз. Айтайық. Айтайық.